Hi students, hello Gauhar. How are you? I'm fine. Let's start our first lesson. Family and Friends class book, first third class. Үшінші класстарға арналған Family және Friends кітабы, Students book. Қазір талдайтын боламыз бұл жерге тақырыптарды, және біздегі бірінші тақырып ол My Family. My Family деген қалай аударылады? Could you translate Мен it? Yes, you are right. Менің отбасым. Ал мұнда отбасыдағы адамдардың аттарын айтып шығамыз. Мысалы, ата, әже деген сияқты. Бірінші суретте біз кімді көріп тұрмыз? Апаны. Ағылшынша айтамыз. Изе? Grandma. Grandma. Апа. Grandpa. Ата. Mom. Ана. Дұрыс. Dad. Dad. Әке. You are right. Aunt. Әпке. Юнкле. Uncle. Аға. Uncle. Uncle. Аға. Son. Ұлым. Son. Немесе брат деп айтамыз. Брат қалай болды ағылшынша? Брат. Brother. Brother and sister. Amy. Cousin. Cousin. Leo. Cousin. Жоқ, Amy, cousin. Неге өте cousin деп айтамыз, бірақ қыздарға nephew деп айтамыз. Жиенше. Okay, you are right. Next, келесі тапсырма. Қайсы екендігін табамыз. Біріншісін оқи ғой. Мұнан. Hello, I'm Leo, and I'm 11-ді қалай айтам? 11. Дұрыс. 11. Amy is my sister. We are got a big family. Yeah, we have got a big family. Аудармасын. Сәлем. Мен Леомын. Мен жасым 11-де. Эми менің сіңлім. Бізде үлкен отбасы. Окей, келесі. Hi, I'm Holly. I'm 7. Max is my brother. He's 9. Сәлем, мен Холлимын. Мен жасым 7-де. Макс менің ағам. 10 жасы 9-да. Дұрыс. Hi, I'm Max. Live got a grandma and a grandpa. Do live good an aunt and an uncle and I've got 2 cousins. Келесі. Hello. I'm Amy. I got a sister. Her name is Holly. She's 7. We are got 2 cousins. Their names are Amy and Leo.
Мгм. Аудармасы. Аудармасы. Сәлем. Мен Макспын. Менде сіңілім аты Холли. Ол 7-де. Біз екі Екі жиен бар. Я, жиендеріміз бар дейді. Сосын жиендеріміз бар. Олар Эми және Лео. өте дұрыс. Молодец. Келесі тапсырма. Бұл жерде exercise 1, read and write true or false on page 6. 6-шы беттегі бірінші тапсырма оқыңдар және жазыңдар. Дұрыс немесе қате. Суреттерге қарап, сөйлемдерді оқып, қоюымыз керекпіз. Біріншісі, the red car is bigger than blue car. Red car, қызыл машина, ол үлкендеу, bigger деген көп машинаға қарағанда. Ол true, оның жауабы дұрыс. Келесі, екіншісін оқи ғой. The green car is faster. Жоқ, мына екі мында. The green car is bigger than the blue car. Жасыл машина. Дұрыс. Жасыл машина қызыл машинаға үлкендеу. Қарағанда үлкендеу. True or false? How do you think? True. Yes, you are right. Үлкендеу. True. T. Next, third. The green car is faster than the red car. Жасыл машина Қайсы машинаға қарағанда? Жасыл машина қызыл машинаға қарағанда Жылдам. Жылдам ба? жылдам. Жылдам ба? Жасыл машина қызыл машинаға қарағанда жылдам дейді. Дұрыс па? False. False. Yes, right. Next. Third. Third, the red car is faster than the green car. Қызыл машина жасыл машинаға қарағанда Yes. Я, дұрыс айттың. Қызыл машина жасыл машинаға қарағанда тез. Дұрыс па? True. Yeah, true. Yes. The blue car is slower than the green car. Көк машина қызыл машинаға қарағанда не? Баяу. Баяу. True. Көк машина дейді. Жасыл машинаға қарағанда баяу. Дұрыс па? Қызыл машина деген жоқ. Көк машина. Көк машина жасыл машинаға қарағанда баяу. Дұрыс па? Қате ол, false. Өйткені жасыл машина артта келе жатады. Алтыншысы. The car is slower than the red car. Көк машина қызыл машинаға қарағанда баяғыдау. Баяуды. Иә. Дұрыс па? True. Скрин жасаймыз. Ары қарай жалғастырамыз. Екінші тапсырмада right.
сын есімді жазамыз. Жақшаның ішіндегі сөздерге жалғаймыз. Мысалы, біріншісін оқышы. The elephant is bigger than the monkey. Аха. Аудармасы. The giraffe Аудармасы қалай? Аудармасы elephant деген не? elephant Піл. Bigger. піл маймылға қарағанда үлкендеу. Өте дұрыс. Келесі, екінші тапсырманы орындаймыз. Giraffe. The giraffe is taller than the zebra. Аха. Taller. Дұрыс. Giraffe Ұзындау. Жираф ұзындау. жираф зебраға қарағанда үлкендеу. Ұзындау. Үлкен ол биг. Ұзындау. Қандай смall, ұзын. Tall, short, қысқа. Келесі, 3. The donkey is faster than the cow. Есік сиырға қарағанда тезірек. Дұрыс. Келесі. The goat is smaller than the horse. Ешкі атқа қарағанда кішкендеу. Кішкенелеу. Дұрыс. Молодец. Өте дұрыс. Бұл бізде салыстырмалы шырай. Сын есімнің. Үшінші тапсырмаға кеттік. True or false, дұрыс немесе қате. Суретке қарап айтамыз. It was sunny. Аудармасы қалай? Күн шуақты болып тұрды дейді. Келесі, екіншісі. Бұл жерде true, екіншісін оқи ғой. The children Гауһар, екіншісін оқи ғой. Звукты қосамыз. The children were sad. Балалар көңілсіз. Балалар көңілсіз, дұрыс па? Қатты деген көңілді, сәт деген false. Ары қарай. The girl was hungry. The girl was hungry. Қыз қарны қалды. Дұрыс. Солай ма? Қарны ашып қалған ғой. Тамақ жеп жатыр ғой. Келесі. The boy was True or false?
True. True. Yeah, ол шөлде тұр. Mom and Dad were cold. False. False, yeah. Олар ход, я наоборот. Дұрыс, молодец. Келесі тапсырма қойшы екен, Гауһар. Hmm? On page 6. Ал бұл жерде бізде 12 months in a year. 12 ай бір жылда. Оқиық. Apa оқи берем ба мен? January, February. January, February, March, and April. January, February, March, and April. January, February, March, and April. 12 months in a year. May, June, July, August, and September. May, June, July, July, July. June, July. August, August and September. May, June, July, then August and September. 12 months in a year. October, November, and December. October, November, and December. October, November, and December. 12 months in a year. 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 Молодец. Ал мұнда сандар 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Айтып берші ағылшынша қалай? Сен сандарды өте жақсы жаттағансың. Then 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Good, молодец. Тек мына 50 деп айтамыз. 5 емес 50. Ал 50. келесі. Thank you. Exercise 2. 21, 22 сандарын айтып шығамыз. Экрандасың. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Молодец. Ал енді математикалық есеп әрекет шағын ғана осыларды орындай алайық. Орындап тастайық. Şu тапсырма right answers. Есептеп жауабын айтады екенбіз. 10 plus 50 is 60. 10 плюс 50. Ол болады. Келесі. 20 plus 20. 40. 40. Молодец. 30 plus 30 minus 2. 30-дан 2-ні алып тастаймыз. Қанша? 28. 28 және 20 minus 7. 20-дан 7-ні алып тастаймыз. Сонда бізде қалады 13. 13. Енді біздер қосамыз. 28-ге 13-ті. Қанша болады? Қалапай. Қанша? Мысалы, 12 болса 40 болатын еді. Ал бұл жерде 13 болып тұр. Сонымен 41. 41 ағылшынша қалай болады? Ағылшынша 20. 40. Ой, 40. 41. 41. Келесі. 40-тан 5-ті аламыз. 35. 30-дан аламыз. 5-ті. 25. 35 плюс 25. Болады. 60. 60-ті ағылшынша айт. 60. 60. 60. 70 plus 10. 80-ға 10-ды қосамыз.
20. 80. Ой, 80. 80. Мына жерде 60 minus 3. 60-тан 3-ті алып тастаймыз. 53, 57. 57 и және 30 минус 20, 57-ге қосасың. 57-ге қосасың. Плюс 7'de қосасың 29-ды. Қанша болады? 86-ны ағылшыншалап айтшы. hakikat. Болады 86. 86. Келесі. 90-дан 2-ні аламыз. 88 плюс 88-ге 8-ді қосасың. Қанша? 90 болады 90. Ой, 80. 90. 87. 96. 96. Ten qo'shib 20. 30, 30'dan aytamiz 9'da. 8-ді. 27. 27. 27. 8-ді аласың. 22. Ой. Тоқта, 10. Я, 30, 30-дан. Скрин жасаймыз. Ары қарай. They are from Australia. Келесі Unit 1. Олардың отаны Австралия. Бұл жерде Egypt, UK, Russia, Thailand, Australia, the USA, Spain, Brazil. Берілген, және мұнда диалог берілген. Where are you from? Гауһар, саған сұрақ. Where are you from? I'm from Kazakhstan. I am from Kazakhstan. You're. Келесі бізде тапсырмаларға өтейік. Мұнда әр елдің флагтарының суреті бар екен. Біріншісі, she is from UK. Оның отаны United Kingdom, яғни Ұлыбритания. Келесі, they are from Brazil. Олардың отаны Бразилия. Ал мына баланың отаны бізде Испания. He is from Spain. They are from USA. Олардың отаны. Бізде 4-ші тапсырма. Write, жазыңдар. We are, she is, they are. Жоғарыда сөздерді төменгі дұрыс келетін орындарына қоюымыз керек. Біз 2-ден бастай ғой. Jenny is 8. Jenny is 8. She is from Australia. Дұрыс. Келесі. 3. Anna and I are friends. We are from Russia. Jake and Carol. Jake and Carol are brothers. They are from the USA. Okay, next page is 10. Мұнда crying, drove, spoon, snake, drink, play. Қазір crying бояу, draw боя сурет салу, spoon қазақ, snake жылан, drink су ішу және play ойын ойнау. Енді осыған қарай отырып, біз келесі тапсырмаларды орындаймыз.
CR, GR, SP, SN, DR, PL сөздері әріптерін белгілейміз. Мысалы, мына жерде drink, D, келесі бізде draw, я? Draw, сурет. Одан кейін? Одан кейін frog. Frog, я. PR. Одан кейін crab. Crab. Одан кейін Екіде қайсы болды? екіде Аха. CR, я. CR, үште? үште Дұрыс. Spoon, SP. Ал мұнда? Ал мұнда PL. Дұрыс. Play. Және соңғысы? Соңғысы FL. Дұрыс. Келесі тапсырма бізде Spring, Summer, Autumn, Winter, Garden, Season. Seasonal мезгіл, Garden, бау-бақша, Winter, қыс, Autumn, күз, Summer, жаз, және Spring болады көктем. Spring ол көктем. Келесі бізде мына жерде мен айтсам көмектесем the selfish giant. Яғни selfish дегеніміз өзімшіл дәу гигант айтады мынау. The giant has a lovely garden. The children want to play in the garden. But giant is selfish. It's my garden, he says. Don't want children here. He builds a wall around the garden. In spring, there are no flowers or birds in the giant's garden. It is winter all year. The giant isn't happy. One day, the children find a hole in the wall. They go in and play. The giant hears children in his garden. There are birds and flowers too. The giant is happy because it is spring again. This is your garden now, children, he says. The children are happy and the giant is not selfish now. Бағана айтқандай өзімшіл, яғни эгоист. Selfish деген аударылады. Giant деген дәу. Көріп тұрғандай суреттегі бұл жерде дәудің үлкен, әдемі, сүйікті бау-бақшасы болған екен. Ал бұл жерде children дегеніміз кімдер? Гауһар? Children. Балалар. Балалар ол жерде оның бау-бақшасында ойнағанда қалайды екен. Өйткені ол бау-бақша өте әдемі. Және бір күні ол ашуланады қатты. Мен бұл жерде балдар болғанын қаламаймын. Өйткені ол менің бау-бақшам деп айтады. Мен ойнамаймын деп барлық жағына ол былай құрып тастайды. Оны қоршап тастайды бауын. Ал бір күні дейді, басқа жерлерге көктем мезгілі, спринг ол көктем келеді, ал бірақ оның бау-бақшасында всегда үнемі қыс мезгілі. Қатты аяз, қарлы болып тұрады. Және бұл жерде ешқандай гүлдер де болмайды. Және құстар да ұшпай қояды. И бір күні бұл барлық жыл бойы ол бау-бақшасында қыс мезгілі болып тұра береді. Одан ол өте бақытсыз болды.
бір күні дейді балдарды ол тауып алып өзінің бау-бақшасына кіргізеді және оларға ойнасын деп рұқсат береді. Одан кейін ол жерде құстар да келеді, гүлдер де ашыла бастайды, ол жерде гүлдер шығып. Одан giant дәу өте бақытты болады. Бұдан кейін ол ешқандай өзімшіл болмайды. Төртінші тапсырмада осы мәтінмен жұмыс. Біріншісін оқи қойып. The giant fears. The gigant her children in the garden. Бұл біріншісі болады. Бұл ретімен қойыңдар енді. Мұна бір деп қоямыз. Осымен басталады. Одан кейін соңғы жағына. Бірде мұнау екен. Балалар оның бауында ойнағанда қалайды. Екіншісі, оның бауында ойнап жүргенді дәу естіп қалады. Және оған оны қоршап тастайды. Үш. Кейін the children and the giant are happy. Төрт, ол it's spring. Көктем мезгілі болады, бірақ онда ешкім ойнамайды. Ойнамағандықтан оның бау-бақшасында үнемі қыс мезгілі болып тұра береді. Кейін 5-шісі болады, ол қайтадан балда кіргізеді және келесі бақытты өмір сүреді, өзімшіл болмайды. Біріншісі, екіншісі, 3, 4, 5, 6. Саған бүгін оқыған текст ұнады ма? Ұнады. Не жайында екен ол? Өзімшіл дәу жайында, я? Өзімшіл, үлкен дәу. Өйткені ол не істеді? Ол балдарды өзінің ауласына кіргізбей, бау-бақшасына кіргізбей қойды. Одан кейін алдындағы барлық жерлерде көктем мезгілі болса да, оның жерінде үнемі қыс болып тұрды. Одан кейін қайта балдарды кіргізген еді, қайтадан әдемі бау-бақшасы жайнап шыға берді. Одан кейін ол өзімшіл болмаймын деп айтты. Әзірге біздер 12-ші бетке дейін орындадық. Әрі қарай біз келесі тапсырмаларды келесі сабақта орындайтын боламыз. Беріп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып кетеміз. Thank you, Гауһар, рахмет саған.